Жус ауылындағы мешіт Хаким Сулайман Бахырғанидың әулетлары болған Жус атаның атыменен аталады. Бұл ауылда Жус атаның әулады Шүкірхан ишан жасайды. Ол басқа ишанлардан перзентлерінің көплігі менен ажыралып тұрады. Шүкірханның 10 ұл, 2 қызы бар. Оларының бірі Олижан күндерден бір күн түс көріп, түсінде Бахырғани әулетларынан бірі һәм Анвар ана оған ұлы болажағын айтады. Һәм баласына Хаким деп ат қоюды васият қылады. Олижан оянып кетіп, көрген түсін атасы Шүкірхан ишанға баян етеді. Хақиқатында да уақыты сәті келіп, Олижан ұлы болады. Ата бала ишанлар нәрестеге Хаким деп ат қояды. Шүкірхан ишан өтміштегі ауыр күндерде де өз бабасы Сулайман Бахырғанидың бүгінгі әулетларға дейін жетіп келген шежірені бүтінлігінше сақлай білген еді. Қартайған шағында ол осы мұқаддес шежірені баласы Олижанға тапсырды. Бүгінгі күнде 74 жасар Шүкірхан ишанның 30-дан аслам ақылық шаулықлары бар. Ол өмірлік жолдасы Шапаат апа менен өткен ата-бабаларының шырағын сөндірмей, шиірін тұрмыс кешірмекте. Рухи ұстазы болған Арслан баптың дуасын алған жас Ахмет ұлы фазилетлерге ие болады. Һәм бүткіл түрки халықлардың данышпан жетік шайыры дәрежесіне жетіседі. Соның шында Түркістан топырағында жасаушы халықлар өз перзентлерін Ахмет Яссауиге шәкіртлікке береді. Солардың бірі Абу Бәкір Сыдық разияллахтың әулады 7 жасар Сулайман еді. Сулайман өзінің зиреклігі һәм ақыллығы менен Ахмет Яссауидің ең сүйіклі шәкіртлерінің біріне айланады. Күндерден бір күн Қызыр Ілияс алейхиссалам Хожа Ахмет Яссауидің алдына келіпті. Хожа Ахмет шәкіртлерін ошаққа отын теріп келуге жіберіпті. Отын алып ятырғанда аспанды қара бұлт қаплап, сел жамғыр құйып кетіпті. Әмме балалардың отыны су болыпты. Сулайман болса, үстіндегі киімін шешіп, отынға орап, өзі жалаңаш келер еді. Хожа Ахмет отынларды жағың деп, әмме балалардың отынын отқа салдырды. Бірақ отын жанбады. Кейін Сулайманның отынын ошаққа салды. Құрғақ отын дәрхал алысып от жанды. Сонда Қызыр Ілияс алейхиссалам бұл бала хакімлікке лайық іс қылды. Бұның аты Хаким Сулайман болсын деп дуа қылды. Хазіреті Хожа Ахмет Яссауи 99 машайық пенен намаз оқып отыр еді. Имамлық қылып тұрған Яссауидің қасында Хаким ата менен Мұхаммед данышман тұрар еді. Намаздың орталарына келгенде Хожа Ахмет таманынан ғайры табиғи бір сес шығады. Әмме машайықлар Хожамыздың тағареті бұзылды деп тарқасып кетіпті. Тек Хаким ата менен Мұхаммед данышман намазын бұзбай оқи беріпті. Бұл саза менен мен шәкіртлерімнің сабыр тағатын сынамақшы болдым. Бұл саза қасымдағы мына ағаштың сесті еді. Сіздер екеуіңіз хақиқи шәкірт екенсіз деп, Хаким ата менен Мұхаммед данышманға ақ патиясын беріпті. Патиядан соң Хаким атаға былай депті. Ертең таң азанда бір ақ түйе пайда болады. Сол ақ түйеге мініп, ол барған жерге шекен барасың. Хаким ата ертеңіне сол ақ түйеге мініп, жолға рауана болды. Түйе бір жерлерге келгенде, алға бір қадемде атпай тұрып алды. Хаким ата қанша зорламасын, түйе бақырып, орнынан қозғалмады. Сол себеплі бұл жер бақырған болып аталыпты. Сулайман Бахырғани макан басқан жай Борахан патшаға тиесілі еді. Борахан патша Сулайман хақында оның караматы һәм уәлилігі хақында алдын естіген еді. Соның шында ол хүрмет жүзесінен Бахырғанидың алдына барды. Оған
murid bo'ldi. Hem keyinroq Anbar ismli genci kızın berdi. Sulaymon Baqir G'ani hem Anbar ana 3 farzandli bo'ldi. Ularga Mahmud, Asqar, Hubbi deb at qo'ydi. Hakim ata o'limi ortidan balalarına vasiyat qildi. Mening 40 kunlik sadaqamni bergan kuni Shigiston 40 ulama keladi. Solarning içinde bir ayağı aqsa qara kisi bor. Anangizni so'g'an nikah qiydirib beringlar. Sulaymon Baqir G'aniyning vasiyat qilgan shagirdi Zangi ata edi. Bu odam hamma rasmiyatchiligini islab, Anbar anani Qo'ng'ratdan Shash viloyatiga olib ketadi. Zangi ata Ahmet Yassaviyning davomchisi bo'lgan ustozi Sulaymon Baqir G'aniydan o'rgangan ilmlarin Shash viloyati xalqina tarqatadi. Bilim uyretadi. Hoca Ahmet Yassaviy hem Sulaymon Baqir G'aniyning o'zlarining keyingi ming-minglagan shogirdlari usulayıncha butkul o'rayliq Aziyaga ma'rifat tarqatgan edi. Bu kichkina hakim elimizning sodiq farzandi, atasının izbasari, ata bobolarimizdan olgan bilimlarin avloddan avlodga yetkazadi deb umid qilamiz.